Дүниетану. Сабақтың тақырыбы қауіпті табиғат құбылыстары. Оқу мақсаты: табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын ажыратып жіктеу. Табиғатта үнемі өзгерістер болып тұрады. Оны өзің күнделікті сыртқа шыққанда байқап жүрген боларсың. Бір күні күн жайма-шуақ болса, екінші күні желді, шаңды болады, келесі күні жаңбыр жауады, күн бұлттанып, ауа райы түрленіп тұрады. Міне осыны табиғаттағы өзгерістер, яғни құбылыстар деп айтады. Табиғатта болатын құбылыстар жаңбыр, қар, бұршақ, найзағай, жел, дауыл, боран, аяз, көктайғақ, су тасқыны, құрғақшылық, кемпір қосақ, жер сілкінісі, қар мен сел көшкіні, күннің бұлттануын айтады. Суретке зер салып қара. Суретте жаңбырдың жаууы, күн көзінің ашық болуы, желбағарлар, яғни желді көрсетіп тұр. Күннің бұлттануы, қардың жаууы және жаңбырдан соң кемпір қосақтың шығуын айтады. Міне бұлар біздің күнделікті көріп жүрген, ылғи көріп жүрген табиғи құбылыстарымыз. Бірақ кейде осы табиғи құбылыстардың арты үлкен қауіпті құбылыстарға да айналуы мүмкін. Адамдар жел, жаңбыр, қардың жаууына әбден үйренген. Олардан қорғануды да білеміз. Дегенмен бұлар кейде өте қауіпті болады. Суретке зер салып қара. Найзағайдың ойнауы. Үлкен электр зарядының зарядталып, оның жерге түсуі жасын немесе жай деп аталады. Олар өте қауіпті. Ол жай адамға да және өте биік ағаштарға да, тіпті ғимараттарға да түсуі әбден мүмкін. Немесе екінші суретте өзің көргеніндей үлкен дауылдың, орасан дауылдың келе жатқанын көрінісін көріп тұрсың. Бұл адам шошырлық құбылыстар табиғатта жиі болып тұрады. Қардың өте қалың жаууы. Бірінші суреттегі қар көшкіні. Қар көшкіні бір тұтас елді мекендерді, жан-жануарларды өзімен бірге әкетеді. Олардың жойылып кетуіне әкеледі екен. Ал жолда қардың басып қалуы, жолаушылардың далада қалуына, олардың жайсыз жағдайға, тіпті өмірлерінің қауіп төнуіне де әкеледі екен. Бұршақ, яғни жаңбырға ұқсас, бірақ кесек мұз түйіршіктерінің жерге түсуі. Бұл да егістікке, егінге, жануарларға, адамға, басқа да нәрселердің барлығында үлкен зиян келтіретін табиғи құбылыс. Шаңды дауылды көріп тұрсың. Шаңды дауыл бұл да табиғатта кездесетін үлкен апатты көрініс. Ол да адам өміріне өте қауіпті. Бұлар өзінің жолында үлкен ауыр нәрселерді, тіпті үлкен ғимараттарды қиратып әкетуі мүмкін. Енді оқулығының 87-ші бетіндегі суретке қара. Құрғақшылық. Жер бетінің тілімделініп кеткенін көріп отырсың. Ал жер беті тілімделіп кетсе, сусыздықтан, онда өсімдіктерді де құртады. Ал енді өсімдік құрғаннан кейін, сонымен қоректенетін жануарлар да аштан өледі екен. Найзағай өрт қаупін туғызады. Жаңбыр құбылысы тоқтаусыз жауа берсе, су тасқыны болып, үйлер мен жолдарды, тіпті көпірлерді ағызып әкетеді. Бұршақ, жаңа айтқан мұз түйіршіктері, егінге үлкен зиян әкеледі. Жел болса, ол топырақтың беткі құнарлы қабатын ұшырып әкетіп бүлдіреді, топырақты эрозияға ұшыратады. Сонымен қатар ол қатты күшейсе, жаңа өзің суретте көргеніңдей үлкен дауылға айналып, көп нәрсені қиратады екен. Олар адамға да, жануарларға да өте қауіпті. Енді
Төменде берілген табиғат құбылыстарын екіге бөліп жазып бер. Қар жауды, бұршақ жауды, су тасқыны, жел, боран, найзағай ойнады, күн бұлттанды, кемпірқосақ шықты, дауыл, жаңбыр жауды, сел тасқыны. Енді осылардың қайсысы қолайсыз табиғат құбылыстары, ал қайсысы қауіпті, яғни адам өміріне, жануарлар өміріне қауіпті құбылыстарға жатады екен. Осыны екіге жіктеп жаз.